Ассалаумағалейкум қадірлі қазақ елі. Бүгін бір сұрақты бірге талқылайық. Неге Қазақстанда шенеунік бай, ал халық кедей? Шенеунік деген халықтың қызметшісі емес пе еді? Бірақ бізде шенеуніктер хан болып, халық олардың құлы секілді болып қалған жоқ па? Бұл заңдылық па әлде қасақана жасалып отырған жүйе ме? Негізі шенеунік дегеніміз мемлекеттің қызметшісі. Олар халықтың салық төлеп отырған ақшасына айлық алады. Олардың жұмысы халыққа қызмет ету, халықтың жағдайын жақсарту. Бірақ бізде қалай? Бізде шенеунік бай, ал халық кедей. Олардың айлығы халықтан жиналған салықтан төленсе де, өмір сүру деңгейі қарапайым халықтан 10 есе жоғары. Бұл жерде сұрақ туады. Олар бұл байлықты қайдан тауып отыр? Шенеуніктің айлығы ай сайын жарияланады. Бірақ олардың зәулім сарайлары, қымбат көліктері, шетелдегі үйлері сол айлықпен келмейтіні бәрімізге белгілі. Көлеңкелі табыс, жемқорлық, офшор шоттар деген түсініктер осы жерден шығады. Әр шенеунік мемлекетке қызмет етемін деген сөзбен байып отыр. Ал қарапайым халық солар үшін жұмыс істейді, салық төлейді, бірақ кедейшіліктен шыға алмайды. Өйткені бұл жүйе солай құрылып алған. Шенеунік бай болған сайын халықты кедей ұстау тиімді болады. Кедей халық үнсіз, талап етпейтін, бағынышты халық. Ал шенеунік биліктің қапқанын айналып, өз қалтасын толтыруды жалғастырады. Бұл жүйе әдейі қалыптасқан. Халықты қаржылық тәуелді қылып ұстап, оларды саясатқа араластырмайтын тәсіл. Біріншіден, халық шенеуніктен есеп сұрауды үйрену керек. Сенің табысың менің салық төлеген ақшамнан құралды деген түсінікті бәріміз бойға сіңіруіміз керек. Шенеунік халыққа есеп беруге міндетті. Екіншіден, байлықтың ашықтығын талап ету керек. Әрбір мемлекеттік қызметкердің табысы мен шығысы толық жарияланып отыруы керек. Халық сұрамаса ешкім бермейді. Сондықтан әр қазақ өз байлығының қайда кетіп жатқанын білуге құқылы екенін ұмытпауы керек. Ағайын, шенеуніктердің байлығы халықтың байлығынан құралған. Егер халық үндемей отырса, бұл әділетсіздік жалғаса береді. Шенеунік бай, ал халық кедей болу бұл заңдылық емес. Бұл жүйенің кемшілігі. Оны өзгерту халықтың қолында. Егер осы оймен келіссеңіз, видеоның астына лайк басып, өз пікіріңізді міндетті түрде жаза кетіңіз. Және арнаға жазылып қоюды да ұмытпаңыз ағайын.